жақсы көріп қалдым деп қайта айтыңыз десем иә. Ажар апай. Иә, Ажар апайымыз өзі ашық жарқын, сондай көзі ашық, санасы ояу сондай кісі екен. Бірден сабақ тыңда дедім, бірден келісті, сабақ тыңдады. 64 жаста екен, 53 жасында миомы болған, бірақ операция жасатпаған. 63 жасында аяқ астынан 3 ай, 4 ай бір әлсіздік пайда болды дейді. Жүре алмай қалдым, сондай бір шаршаңқы, сондай. Содан кейін барып тексерілдім дейді. Содан кейін 10 күндей больницаға жатып, дәрі-укол алдым. Бірақ аяқ астынан ішім ісіп, астымнан бір розовый сұйықтықтар шықты, иісі бар дейді. Содан кейін жаңағы медицинаға барып тексерілген кезде, ойбой, миома үлкейіп кетіпті, тездетіп алып тастау керек деп матканы қосып алып тастаған, иә. Содан кейін 6 рет химия алған, әрине. Қатты әлсіз, 2-3 ай дем алған. Одан кейін барып тексерілсе, химиядан кейін білесіз ғой, қуатты алып қояды, өте әлсіреген бұл кісі. Кетіп қалам ба деп ойлаған. Бірақ айтып, Алланың берген күш қуатымен 2-3 айдан кейін қайтадан барып тексерсе, лимфа узырлары үлкейіп кеткен, иә. Анда лимфада ұсақ-ұсақ нелер, бездер. Қазір қайтып кетті мұның бәрі? Кішірейді, иә. Не до конца қайтарып жіберу керек еді. Денеңіз, жаңа айттым ғой, организм қашан бәрі жылыған кезде, барлық энергия жолдары, қан тамыр жолдары ашылған кезде адам бәрі жоғалып кетеді. Одан кейін лимфалары бәрі жаңағы кесек, қаншалық үлкен болды? Андай кесек-кесек дүниелер. Лимфа, сізде не болды? Содан барып тағы 2-3 рет химия алдыңыз ғой? Иә, 2-3 рет химия алған. Кішкентай көп емес. Кішкентай, бірақ соны химия ал деп химия алдырды, иә? Одан тағы әлсіреп қалдыңыз? Одан тағы әлсіредім, 2 химиядан кейін. Одан кейін дем алдым шамалы, сөйтіп қайтып барсам, қайтадан тағы 4 химия аласың дейді. Біттім, содан кейін 4 химия алсам, ары қарай не болады? Ішкі органдарым қарғыра бүлдіреді. Қорқыныш пайда болды, үрей пайда болды, ұйқыдан қалдым. Не істеймін енді, қандай жолын іздестірдім. Жан-жақпен хабарластым. Содан кейін осы жерде бір, осы мен сияқты ауырған клиент, Тұмар деген, соны видеодан көріп қалдым. Дереу хабарласып едім, мен емделіп шықтым, тамашамын деді. Ешқандай ойланбастан 2 сағаттың ішінде жиналдым да. Тұмардан естідім деп Ажар апай маған хабарласты. Сосын мен, міне ертең сабақ басталады, дереу келіңіз дедім. Өйткені мындай ауыр науқастарды сабақ тыңдатып, рухын оятып нетпесе, жазылып кету өте қиын. Сондықтан рак науқастар ең дұрысы сабақ тыңдасын. Содан кейін бұл кісі маған келген кезде шабыңызда лимфа ісіктер болған. Содан кейін оны сіз өзіңіз ұстадыңыз, міне де, бірақ мен өзім ұстаған жоқ. Ішінде де бар дедіңіз, аппетиті жақсы. Ана кішкене үйде немере шөбере қарап, ұйқысы кішкене нашар болып жүр, әрине ұйқының нашарлығы қуатты алып қояды. Сосын қол аяғы тастай болатын, беті ісік болатын, сосын аяғында сезбейтін ештеме. Қазір сезесіз? Жақсы сезем қазір, иә. Табаныңыз бәрі сезіп тұр? Сезіп тұр, керемет жеңілдік бойымда. Сосын ең бастысы сенімділік қой. Мына 3-ші медицина деп қабылдадым, мына Қытайдың медицинасын, Тұрсынкүл арқылы келген біздің елімізге. Бұны көпшілік білмей жатыр ғой әлі. Дәрісіз емделуге болады. Көзім анық жетті, мен қалған үйге барғасын тағы емделем. Салауатты өмір салтын сақтаймын. Тұрсынкүл оқытты 10 күн. Түсіндім мен бәрінде. Көп информация. Рухым оянды. Өте тамаша. Мынандай екен ғой, рақсың, күні бүгінге дейін бізде рақ жазылмайды, рақ болғаннан химия аласың, химиядан кейін ары қарай не болатынын білесіздер. Осы рақсың, баланбай ғана өмірің қалды деген кезде адам рухы өліп қалады екен. Рухы өлген адамның жанның энергиясы, ол өліп қалғаннан кейін оны қайта бері қарату өте қиын. Сондықтан Аллаға шүкір, мінекей осындай бір Қытай болса да жақсы бір ілім, жақсы бір метод ойлап тапқан. Бүткіл әлемге тегін паш етіп отыр. Енді мен соны үйреніп, оқып, сонау жерге ізденіп, қаншама жыл зерттеп, Аллаға шүкір, мен Алланың қалауымен қазір қазақ халқыма үйретіп, осы тәсілмен адам емдеп көрсетіп жүрмін. Мен түсінбеген адамдар болса, жаңадан қосылып, менің инстаграмдан еп шыққан жаңа оқырмандарым, жаңа халқым, осылай алдыңызда отырған Тұрсынгүл, осындай ризамын бәріне. Әуелі Алла, онан кейін осы Тұрсынкүлдің көмегі арқылы мен жазылдым, толық жазылдым, 100% десем болады. 100%. Мен ары қарай өмірімді сүремін енді. Дені сау адам қандай болатынын түсіндіңіз ғой? Әрине. Керемет. Енді күмәнданбайсыз ғой? Сенім ғой, бірінші керемет сенім. Ешқандай күмәнданбаймын. Мен қаншама адамға әлі жәрдем беремін мен де.
ары қарай осы жерге келуіне, емделуіне сендіремін. Иә. Сауап мінекей. Енді Ажар апайымыздың қарттық шағы өте сапалы өтеді деп ойлаймын. Иә? Рахмет. Бақытты, сапалы, өте жақсы қарттық шақ сізге тілейміз. Бақытты болыңыз, иә, ауырмаңыз, ғұмыр жасыңыз ұзақ болсын. Жүрген жеріңізде осы алған ілімді дәріптеп, елге көмектесіп жүрсеңіз, онда тіпті нұр үстінде нұр болады, иә. Рахмет. Өзіңе де аналық бақыт тілеймін, Құда қаласа. Аман бол, өмірің ұзақ болсын. Мықты денсаулықта бол. Әуелі Алла денсаулық берсін бәрімізге. Өмір берсін сосын. Халыққа не айтасыз, рақ болған өзің сияқты ауырған науқастарға? Мен сияқты ауырғандарға ойланбай келіп енді ем алуға болады. Бұны үшінші медициналық ем деп қабылдаңыздар. Дәрісіз емделуге болады. Соған көзім жетті. Нүктелер арқылы, адам өзіне қуат жинау арқылы өзін өзі емдеп шығады екен. 80% өзіміздің қолымызда екен денсаулық. Соны түсіндім. Үйде бала шағаңызды оқытатын бір ойладыңыз ба? Бәрін уже айтып жатырмын. Керемет, келетін адам көп. Құда қаласа келеді. Әркім өз отбасында өздерін маған сеніп жатыр. Мен жаңағы сенімді көрсетем барғаннан кейін сенімдерінен шығам, Құда қаласа. Жақсы, Алла сізге күш қуат берсін, өмір жасыңыз ұзақ болсын. Жақсы, аман болыңыз.